жаңағы бірінші саты насихаттау деген нәрсені өте сабырлықпен, кешіріммен, жақсы көріп, көркем мінезбен негізі істейтін болсақ, ол екінші сатыға барудың өзіне бірталай уақыт кетеді, немесе жаңағы сол мәселе бірінші сатымен шешіліп кетеді ара қатынас негізі. Көп ұрыс керістің. Біз айтамыз мысалы жаңағы бірінші насихат бердік мысалы дін бойынша. Ұстаздарымыз біледі ғой, мысалы дін бойынша насихат берілді. Насихат берілгеннен кейін одан ешқандай пайда көрмесе, ана барын істедің ғой, төсек қатынасын бол дейді. Егер екінші сатыға келдіңіз, үшінші сатыға бару ұру мәселесі жету үшін. Екінші сатыға келдік дейді да. Әйел адам жалаңаш жау алмай қоймайды дейді ғой. Өзің бір қулығын істесе, сен соған алынып қалатын болсаң, сен жаңа іске ренжідің ғой, сен оны кештің деген сөзің. Яғни айтады, пайғамбарымыз айтады, әйелдеріңді түнде пайдаланып, күнде құл қылып жұмсамаңдар дейді да. Ондай адамдар қатарынан болмау керек. Сен өзің беріліп қойдың.